Бисмилля. Бұл жәндіктің аты қандала. Қандала дене тұрғы 3 мм жәндік. Қанды өзінен көп жегендіктен өзінің көлемінен 6-7 мм-ге өсіп кетеді. Шаққан кезде 3-4 жерді шағады. Адамдардың денелері қызарып, бөртіп, жара болып кетеді. Балалар өздері айтып түсіндіре алмағандықтан оны көбінесе дәрігерлерге көрсетіп жүрген кезде ол көбейіп кетеді. Только көбінесе ашық жерлерді шағады, ұйықтаған кезде ашық қалатын жерлер. Ондай жерлерді қасымаймыз, только суға соданы қосып, сол шаққан жерлерге жағып қоямыз. Бір кесе суға 2 қасық сода, ас содасын қосамыз. Осы ғана ем болады. Оны қаси бергеннен ол жара бола береді, қызара береді, осы уын шығарады және қышыған жерлерін обезболивающий басады. Әртүрлі нәрсені жаға бермейміз, түрлі дәрілер ішпейміз. Қандала келген кезде шаққан жерін осылай жағамыз және қандаланы жоюдың амалын жасаймыз. Яғни дезинфекция маманын шақырамыз. Ол үшін қандаланың қай жақта жатқанын табу керекпіз. Осындай губкамен жағасыздар қолдарыңызға. Дәл шаққан жерін ғана шағамыз, бүкіл денемізді сылап шықпаймыз. Қай жерді шақты, қызарған жер, сол жерге жағамыз. Және қандаланы қай жақтан іздейміз? Ол көбінесе біз ұйықтайтын бөлмеде болады, көрпе төсекте. Біз қараған кезде осылай ашып қараймыз. Жоқ болды ма, болды, қоя саламыз, немесе жастықты ашып қарауымыз мүмкін, ары кетсек. Оны таппағаннан кейін сол күйі ұмытып кетеміз көбінесе. Төсектен түнде біз ұйықтаған кезде шағады, осы простыненің үстіне шығып, сосын ол төсектің астына тығылады. Диванның бетін қараймыз, ары кетсе. Оны диванды ашып, астын қарау деген жоқ, басып тапқан кезде осылай қараймыз. Сосын осылай бетіне уксус шашамыз. Қандала бұл астында, яғни диванды астын қара десе, диван осылай астын ашып қарайтындар бар. Ол бұл астында болғанда да табанда болады. Табан деген, яғни диван төгілген кезде полға қарап тұрған жері, сол табан деп аталады. Міне мынау арасында болады, яғни диван өзі қалай құрастырылады, сол құрастырылғандай шашасыздар. Сол жерлерді қарау керек, астын қарау керек. Бұл әлі де астын қарап атқан жоқпыз, біз арасын қарап атырмыз диванның. Мынау көріп отқандарыңыз асты емес, бұл әлі арасы, көбісі осылай іздейді. Ал қандала оның табанында болады, яғни еденге қарап тұрған бетінде. Мынау осы табаны бұның несі қотыр болады және тігісінде болады. Бұл диван мықты тігілген диван, сол үшін бұл жерде тігісі жоқ. Міне осының арасына, аяғының арасына болады. Және уксусты шашпаймыз диванды, дәрілемейміз уксуспен. Уксуспен дәрілесеңіз, мына жақтарын шашасыз, бетін шашарсыз, олар патологқа кетеді, яғни орындарын ауыстырады, принципқа қарай өтеді. Оны вообще уксуспен шашуға, порошокпен дәрілеуге болмайды. Оны міндетті түрде арнайы маман келіп дәрілеу керек. Сіздер әр нәрсе жасап, оны наоборот бүкіл бөлмеге, яғни көршіге қарай таратып атырсыздар. Көрпешеге өтеді, одан простыняға, көрпеге өтеді. Яғни дәрілеген кезде барлық жер дәрілеу керек. Көрпе, көрпеше, жастық, диван бәрі толық дәрілеу керек. Міне диванның астында болады қандала. Сіз бетін қарап жүрсіз, бетіне шашып жүрсіз, шаққаннан кейін, бірақ оның қай жақта жатқанын білмейсіз. Міне бұл пәтерде де ешкім білмейді. Қандала бар екенін өздері көріп аң-таң болды, шошып, нетті, үйінен қашып кетуге сәлақ қалды десе де болады. Почти бәрімізде сөйтіп жүрміз, көп адамдар, пайда болған адамдар. Міне мынау диванның артындағы спинкасы осы міне тігісінде отыр. Бір қарағанда көрінбейді. Бұны дәрілеу үшін, кетіру үшін осындай міндетті түрде сұйық дәріні араластыратын ыдыс керек. Егер бір бөлмелі болса 3 литрлік ыдыс жетеді. 2 бөлмелі болса мынандай 5 литрлік ыдыстар, одан көп болса, одан үлкен ыдыс пайдаланғаныңыз дұрыс. Өйткені кішкентай ыдыс алсаңыз, оны дәрілеп шашап қаласыз. Біз дәрілейтін дәріміз блокада антиклоп. Блокада антиклоп, иісі жоқ дәрі, түсі жоқ, еш нәрсені бүлдірмейді. Ешқандай ремонты да бүлдірмейді, ешқандай дақ қалмайды, із қалмайды.
және міндетті түрде оны арнайы киім киген, яғни ақ костюм киген, және арнайы ыдыстармен пайдалану керек дәріні. Оны білетін маман жасау керек. Маска кию міндетті. Маска деген жай маска емес, респиратор кию керек. Өзінің жұмысын білетін, яғни бір рет ойлап, бір жерден көріп, сол жасай салғаннан ол кетпейді. ютубтан көрдім, жасадым деп зардап шегіп жүрген қаншама адамдар бар. Оны да біліп толық жасамайсыздар. Түсінікті. Міне блокада антиклопты қаншаға араластырады. Осындай бізде YouTube каналда бар. 5 литрге 5 кришка араластырып жатырмыз. Егер өте көп болса 6 кришка қосасыз және оны жылы сумен араластырасыз. Мұздай су, ыстық су болмайды, жылы су болу керек. Осыны толғанша құямыз, яғни қатты толтырып жібермейміз. Кішкене жетпейтіндей құямыз, өйткені ананы піскен кезде ол сыртына шығып кетеді. Міне дәрілеу барысы қандала диванның астында, яғни матрасты қарағамыз, матраста болған жоқ. Сосын матрасты көтеріп, әр матрастың ішінде осындай тақтайша болады. Фанер деп айтама, ДСП-ға осылай жабысып алады. Мынау дәрі шашылғаннан кейін осылай қимылсыз қалады. Яғни сіздің дәріңіздің дозасы дұрыс болды деген сөз. Яғни дұрыс дәріленіп жатыр. Егер сіз шашқан кезде ол қашып бара жатса, яғни дозасы аз болып қалған. Міне хотя бы осылай әлсіреп жүріп барып сөйтіп өледі. Өлетін уақыты 15 минуттай болу керек. Ұзағы кейбір кезде дозасы қатты болып кеткен кезде 4-5 секундта қат қалады. Олай дәрілеу өзімізге де зиян. Мені кішкентай бұлайша көрінбейді. Бұны іздеп табу үшін, яғни камераны үлкейту керек. Сол кезде анық және толық көрінеді. Ол осылай қашып жүреді. Сіздер неше түрлі дәрілер шашасыздар, олар орындарын ауыстырады. Ол бір орында қатып тұратын жәндік емес. Ол адамды түнде кеп шағады осы диванның бетіне, сосын астына кеп тығылады. Қашады, оның жаны бар. Және көбейетін жәндік, ол міндетті түрде көбею керек. Түнде шақса күнімен сол көбейетін орында, яғни диванның біз көрінмейтін, біз пайдаланбайтын орындарында жатады. Және бір жұмыртқалағанда 10-15 жұмыртқа қалдырады. Өмірінде 500 жұмыртқа қалдырады екен. Бір жұмыртқалағанда 500 емес, өмірінде қанша ай өмір сүреді, сонша айда 500 жұмыртқа қалдырады екен. Ал бір жұмыртқалағанда 15 жұмыртқа қалдырса, ол бір аптада ашып шығады. Егер сізде көбінесе хабарласқанда 1-2 апта болды деп адамдар спокойнее болып тұрады, ал барып дәрілейсін. Қандаланың көп екенін көргеннен кейін өздері шоқ болып, екінші дәрілеуге қайтадан келіспей, ойланып, солай стресте жүреді біраз уақытқа дейін. Міне келесі видеода көріп отырсыздар, қандала тағы да сол диван, бірақ басқа диван осылай міне көбейіп алған. Бұл да диванның бетінде көрінбейді. Бұл кісілерде бір ай жүрген, соны зерттеп, бірінші адамды шағады. Шаққанда бір адамды ғана үйде шағады, қалғандарын шақпаса болды. Ол қандала барлық адамды бірдей шаға бермейді. Бір адамды шағып атыр ма, значит, ол сізде қандала шағып атқан. Маса болса бәріңізді шағады, бірге болса тоже бәрін бірдей шағады. Қандала ғана адамды таңдап шағады. Яғни таңдап шағады деп айтамыз, бірақ ол барлық адамды шағады. Оны үйдегі аллергичный, кожасы нашар бірақ адам сезу мүмкін. Кейбір кезде болады, үйде ешкім сезбейді шаққанын, бірақ үйде қандала көбейіп өмір сүре береді. Өте көбейіп патологқа шыққан кезде ғана біледі. Бұл үйде патологта болған жоқ, бірақ диванда өте көп болды. Бұлар еш нәрсе жасамаған, бірден дезинфекция маманына хабарласқан. Ең дұрыс сол дезинфекция маманына хабарласып, бірден дәрілеу керек. Сосын мұндай көбейіп кеткен кезде міндетті түрде 2 рет дәріленеді. 1 рет дәрілегеннен өлмей қалса стреске кетіп қалып болды, бітпейді екен деп, әртүрлі ютубтардан әр нәрселерді оқып алып, өзіңіз басқа нәрсе пайдаланып кетпеңіз. Сол өзіңіз шақырған дезинфекция маманын 2 рет шақырасыз. Яғни біз дезинфекция маманымыз 3 жыл болды осы дезинфекциямен айналысып жатқан. 8 жыл болды, 3 жыл деппін ғой. 8 жыл болды осы дезинфекциямен айналысып жатқанымызға.
басында бізде экспода 2017 жылы экспо болған жылы сол кезде басталды. Өйткені бізге шетел азаматтары келді. Сол ЖК Арнау жаңағы экспоның жан-жағын дәрілеп бастадық сол кезде. Мынау міне дәрілегеннен кейін көріңіз. Дәрі шашқаннан кейін міне қимылсыз қалды. Біреулер өлмейді деп ойлайды да бүкіл заттарын лақтырады. Біреулер үйлеріне бүкіл заттарын лақтырып ремонт жасап атады. Оның бәрін лақтырған күнде де бұл қандала басқа жерде де өмір сүреді. Міне өлмейді деп айта алмайсыз. Өлмейтін бір Алла ғана, мәңгі тірі. Қалған нәрсенің бәрі уақытша өледі. Бұны жаратқан Алла бұған да қарсы дәрі жаратты әрине. Аллаға шүкір. Сол енді пайда болған кезде оны зерттеп, немен дәрілеймін, ақшам жетпейді деп ойлағанша, бірінші хабарласыңыз, сөйлесіңіз, қандай болатын. Номеріміз бар, ешкімді жек қоймаймыз, тістеп алмаймыз. Біз де адамдар сияқтымыз, сөйлесе аламыз. Сонша қорқып, жан-жақта іздеп, дәріні іздеп, соны тауып алып, дәрілеп кетпеңіз. Дәрілейді, егер сіздің еліңізге, сіздің тұратын ауылыңызға, мысалға қой бағатын ауылдар бар, адамдар бармайтын, дезинфекция маманы оған бармайды. Барса да көп ақша сұрайды. Сондай жағдайда ғана өзіңіз дәрілеңіз, амал жоқ, көбейтіп отыра бермей, бала шағаңызға обал болады деп, сол үшін бұл видеоларда саламыз. Көбіне өзіңіз дәрілеу керексіз. Міне, мысалға біз мынаны дәрілеп жатырмыз, олар кілемге қашып жатыр. Міне, диванда ғана өмір сүрмейді, яғни сіз диванды лақтырып тастасаңыз, ол кілемде қалып қалады. Кілемді лақтырып тастасаңыз, ол полда плинтустың арасына қалып қалады. Заттар қимылдаған кезде олар үшін тревога. Олар бірден жан-жаққа қашып тығыла бастайды. Яғни тығылып қалған жерден сіз таба алмайсыз, енді плинтустың арасына ыстық су құймайсыз. Ол көршіңізге түсіп кетуі мүмкін, оның ремонтын құртуыңыз мүмкін. Оны көп неде құймасаңыз, көп мөлшерде құймасаңыз, ыстық су, қайнатылған су нетіп кетеді, суып қалады. Міне кілемнің арасына кіріп алған. Мына квартирада сондай болды. Бұл квартирада бала шағасын ғана шағады. Бұлар бала шағасын емдеткен, қаратқан, сонымен 2-3 ай өткен. Ал бұл міне іздеудің қажеті жоқ. Барлығы көрініп тұр. Бала шағасымен міне 15 жұмыртқа дегеннің дәлелі, міне 15 жұмыртқасы әр қайсының қасында жүр. Және балалары өсіп алған, балалары туылған, жетілген. Бұлар байқағанымызға 1 ай болды дейді. 1 ай емес, бұл үйде кемінде 3-4 ай болған көбейгеніне. Міне дәрілеуден кейін бұл видеода міне өліп жатыр. Аяқтары жыбырлап, бұл өледі. Просто сіздер дұрыс пайдаланбайсыздар. Және көшіп кететін пәтер жалдап тұратын кісілер болады. Немесе үйлерін сатып ешкімге айтпай, ондайда жағдай болады. Ол шешім емес. Үйіңізді сатсаңыз, сол заттарыңызбен бірге алып кетесіз. Үйден жалаңаш шығып кетіп қалмасаңыз, қай жаққа барсаңыз да, әйтеуір бір затыңызбен нетеді, көшеді сізбен бірге. Өйткені көшкен кезде барлық заттар орындарынан қимылдайды, ол кезде неге де араласып кетуі мүмкін. Киім-кешекке де араласып кетуі мүмкін. Негізі киімде өмір сүрмейді. Оның өмір сүретін жері, адам ұйықтайтын жерде, төсекте. Сіз қаяқта ұйықтайсыз, бала қаяқта ұйықтайды, сол диванды тексеру керек. Қай жерде ұйықтаймыз, сол жерде көбейеді. Бұл кісілерде осы бір дәрілеген екен, басқа дәрілеткен жоқ. Яғни өлгендері көп болды деді, және қалғандары бар, екінші обработкаға келіскен жоқ. Және үйді дайындаған кезде, дезинфекция маманы келетін кезде үйді қалай дайындайсыз? Только азық-түлікті жауып қоясыз. Болды. Басқа ешнәрсе жасамайсыз. Сіз наны жылытқан кезде, заттарды жылытқан кезде, олар тревога деп қашып кетеді жан-жаққа. Өз-өздеріне, бір-бірлеріне сигнал беріп қашып кетеді. Бұл квартирада киімдердің бәрін ортаға тастаған, көрпенің бәрін ортаға тастаған, диван мен көрпе, киімдер бәрі араласып жатты. Ондай беспорядок болған кезде ол жақтан кету қиын болады. Сол үшін еш нәрсе жасамайсыз. Үй қалай жиналып тұр күнделікті, солай жинап дайын отырасыз, және 1 суткаға кетуге дайын боласыз. 1 суткаға кету керек, ақша төлеу керек деп қиналып кететіндер бар. Енді онымен бірге өмір сүре бергеннен гөрі 1 күн үйден кетіп, 1 күн ақшаны төлеп болды. Содан кейін тыныш ұйықтаған дұрыс. Ол кезде мебеліңізде сақтап қаласыздар. Және кетпейді деген нәрселерді оқып,
біреу ыстық су құйыпты деп оны жасайды, біреусі паритетті дейді. Оның бәрін жасап жатқан адамдар бар. Ешқайсысы құтылып жатқан жоқ. Қайтадан звондап жатқандар бар. Немесе басқа жақтан келіп жатқандар бар қайтадан, кетпей жатыр деп. Міне, үлкен қандала, қандаланың түрін білмейтіндер де бар екен, әлі танымайтындар да бар екен. Қандала только адамның қанымен ғана тамақтанады. Басқа еш нәрсе жемейді, ішпейді. Міне мынау кішкентай сары, осы әлі қанды сормаған қандала. Ол адамның қанын ғана сорады. Қан сорғыш жәндік. Қандаланың түрі өте көп, бірақ осы бәріміздің мазамызды алып жүрген жәндік қандала. Жаңа диванмен де келеді, ескі диванмен де келеді. Ескі диванды мусорға шығарып жіберсе, оны басқа біреу алып кетеді. Немесе көбінесе былай мынандай жағдай болып жатады. Өзіңіз түрлі нәрсемен дәрілеп жатырсыз, ол басқа бөлмеге өтіп кетеді, көшіп кетеді. Сосын сіз дәрілеп жатқан кезде ол осылай өте көп болған жағдайда, міне адам шошитындай өзі өте көп болған жағдайда сіз дәрілеп жатырсыз, ол сіздің табаныңызбен немесе киіңізбен коридорға шығады, ол басқа көршіңізге барады. Олар солай айланып дұрыс қайтадан келеді. Жаңағы уксуспен дәрілейді деп жатыр ғой біреулер. Уксуспен дәрілеген жағдайда обязательно, ыстық сумен құйғанда обязательно солай өзіңізбен бірге коридорға алып шығасыз оларды. Сіз диваныңызды өлтіріп жатқан жоқ, сіз наоборот көршіңізге дәрілеп жатсыз. Кілемді жууға беріп жіберетін пысықтар бар. Егер кілемді жууға беріп жіберсеңіз, ол басқа адамға барады. Және ол 100% ол қалып қалмайды одан. Қалып қалмайды, одан кетіп қалмайды. 30% сол кір жуатын неде қалады, химчисткада қалады, қалғандары өзіңізбен, неңізбен, кілеміңізбен бірге келеді. Сосын ол жан-жаққа қашып тығыла бастайды. Ол бірден кілемге бармайды. Ол бірінші диванға келеді, одан кейін барып, көбейгеннен кейін кілемге барады. Үйде қандай заттар, мысалға қимылдамайтын дивандар болса, сода жақсы көбейеді. Сол үшін дивандарды көтеріп қарап, егер ұйқыңыз бұзылып жатса, денеңіз бөртіп жатса, өзіңізді біртүрлі сезініп жатсаңыз, қиналмай, ерінбей, хотя бы аптасына бір рет диванды қарап тұрсаңыз артық болмайды. Және ол бір қарағанда көрінбейді. Міне мынандай жерлерді ешкім ойламайды. Бұл негізі астында тұрады, диванның астына қарай. Сол жерлерде тығылады. Мін дезинфекциядан кейінгі әсер уже дәрілеп біттік, уже ертесіне осылай дәрілеп жатқан кезде де өліп жатады, ертесіне келген кезде прям көп боп өліп жатыр. Ол кісілер бізге кілтті бере салды. Сосын біз 2 күн қатар дәрілеп солай жасадық. Мына диванды да қай жағын дәрілеп жатырмыз, яғни диванның бір-біріне қосылған жері, бұл диван қалай құрастырылды, сол құрастырған жерлерінде, 2 ағаш қосылған жерлерде шел бар міндетті түрде. Сол жерлердің арасына кіріп алады. Диванның бетін ғана дәрілей саласыздар. Міне уксусты осыншалықты шаша алмайсыз. Уксусты мына жерге шашсаңыз, ол басқа жаққа көшіп кетеді. Уксус просто кожаны күйдіруі мүмкін. Ол зиян, адам денсаулығына да зиян. Сіз онымен уксуспен дәрілеп үйде отырмайсыз. Сосын 1-2 сағатқа немесе 6 сағаттан кейін үйге кіре беріңіздер деп айтатын дезинфекциялар бар екен. Ондай өте дұрыс емес, өйткені 6 сағатта ол жүргейіне өледі. Ар жақта тығылғандар бар, қашып кеткендер бар, солар қайтадан шығу керек. Солар сол дәріге түсіп өлу керек. Сосын дезинфекциядан кейін уборка жасамаймыз, генеральный уборка жасамаймыз. Терезелердің бәрін ашып, таза ауа кіргізіп, барлық жерді пылесостап, сосын дивандардың бәрін орнына қоямыз, жумаймыз астын, жумаймыз, орындарына қойып, оларды диванды да пылесостап, пылесос болмаса сыпырып, щеткалап, сосын орнына қоямыз да, только астыларын ғана, пайдаланатын жерлерді ғана жуамыз. Ал көрпе-төсектің бәрін шешіп тастайтындар бар, сырттарын. Сыртын ағытпаймыз. Дәрілеп болғаннан кейін барып, онда да жумайсыз. Только просыне пододеяльник, наволочка ұйықтайтын кезде пайдаланатын заттарды ғана жуасыз. Дезинфекциядан кейін бәрін жуып тастап, коверді
химчисткаға беріп тастайтын бар, олай бермейсіз, химчисткаға емес, только сыпырасыз, влажный немен матамен сүріп шығасыз диванның үстімен, кілемнің үстін, болды. Полды жумайсыз, полды только өзіңіз пайдаланатын жерлерді ғана жуасыз. Әсіресе плинтустарды жумаймыз. Міне диван деген қалай дәрілеп жатыр, құйылып барлық жерге шашылып жатыр толықтай. Қай жер қалып қалды, қандала сол жерге барады. Біздің осы YouTube каналымызға тіркеліп, подписка жасап қарасаңыздар, барлық видеолар бар. Кілемнің үстінде жүрген диван, диванның үстінде жүрген қандала, дәрі шашқан кезде өледі, и кішкене жылыстқан кезде дәрі жоқ жерге шыққаннан кейін ол арқарай жүгіре бастайды. Яғни қай жер дәріленбеді, сол жерге қалады. Потологтағы плинтустар мені уксусты ол жаққа шаша алмайсыз, өзіңізге шашылса ол денсаулыққа зиян. Бұл плинтустар да барлық жер толық дәріленеді. Мені қандаланың өліп жатқан түрі тағы да көрсетіп жатырмыз видеоны. Сіздер көрсін, білсін, түсінсін. Бұл нәрседен құтылуға болады, 100% құтылуға болады. Дұрыс дәріленсе болды. Мені біреу емес, бірнеше қандала осылай бытырлап өліп жатыр. Аралап жүріп түсіріп жатырмыз. Мынау қандала плинтустың жанында өліп жатыр. Мен аяқтарын аспанға келтіріп осылай өледі. Міне дәрімізді тағы да көрсетіп кетейік. Бұл Аверфос деген дәрі, бұл тараканға арналған, блокада, антиклоп, қандалаға арналған. Міне қанға тойып алған қандала дәрі шашқаннан кейін осылай қалтырап өледі.